Сәлем достар, бүгін алдыңғы жасалған видеодағы сырғамызға салпыншақтар дайындауды үйренетін боламыз. Алдын ала каналға тіркеліп кетіңіздер. Бізге қажетті заттар: 3 түсті безер керек болады, инеміз жіңішке болу керек, жіп, қайшы және алдын ала жасалынған сырғамыз. Әзірге бір сырғамызды алып, құлаққа тағатынына қарама-қарсы орналасқан безерден инемізді өткізіп аламыз. Сосын инемізге 15 жасыл түсті безерлер тізіп алып, жіпке өткіземіз. 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15. Одан кейін бір ұзын сары, бір жасыл, 2 сұр, бір жасыл, 2 сұр, 5 жасыл түсті безер, 2 сұр түсті безер және бір жасыл түсті безер. Сосын бір сары өткіземіз, оның артынан бір жасыл, бір сұр түсті безерімізді өткізіп аламыз. Енді ең соңында өткізген сұр түсті бір безерімізді қалдырып, жасыл түсті безерден бастап ары қарай өткіземіз. Дұрыстап орналастыру үшін жібімізді тартып, қатайтып, әдемілеп орналастырып аламыз. Мінекей достар, дәл осылай орналастыруымыз керек. Енді бір безерімізді қалдырып, келесі безерден өткіземіз. Және 15 безер өткізгенбіз жасыл түсті безерден, енді 13 түсті безер қып кемітеміз. Тек осы жасыл түсті ғана кемітеміз де, ал қалған түстерді қалай орналастырдық, тура солай орналастырып шығатын боламыз. Достар, ұнап жатыр ма? Ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міне, дәл осындай әдемі сырғамыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер.